Қаракүл ханым, результатымен бөлісейін деп тұр. Айтыңыз. Мен Асанова Сарагүл, Шардара қаласынан боламын. Апрель айында біздер осы компанияның шөп шайын, тек мен шөп шайын алып іштім сол кезде. Кейін келесі айда антипаразит, сосын сердечный екеуін алып іштім. Қай жеріңіз ауыратын еді? Қандай масаңыз? Бауырыңды май басқан деп еді, давлением бар еді. Оның алдында түскен ғой, өзіға жаңағы бауырыңызды май басқан деп айтып еді. Кеше тағы жаңағы өзіға түскен өзім басқа денсаулығыма байланысты. Сөйтсем, бауырыңыз таза дейді. Жөндеп қарашы, менің бауырым май басқан деп еді десем, не іштіңіз апай, ешқандай неңіз жоқ дейді да. Бауырыңыздың май басқан жоқ. Таза деді. Қандай жақсы. Иә, қорқып кеттім. Не іштіңіз? Чудо шай іштіңіз? Чудо шай, антипаразит, сердечный іштім. Сосын не там? Паразитарный ма? Мужской тоник іштім. Үшеуін, чудо чай төртеуін іштім я. Қазір таңда давлениеңіз нормально? Давлением нормально. Жаңағы бауырым ұйқы безім жақсы болып айтпақшы. Ұйқы безім де менің не алатын еді, ауыратын еді. Қандай жақсы? Ұйқы безіңізбенен бауырыңыз тап-таза деді да. Рахмет Асан компаниясына. Шақырған адамға рахмет деп қойсаңыз. Шақырған адамға да екеуміз бірге келгенбіз. Неше көтеріп кететін еді? Давлением 200-ге шығып кететін еді, 220, 200, Аллаға шүкір. 180-мен жүретін ем. Қазір давлениенің дәрісін ішесіз бе, ішпейсіз бе? Көп ішпейтін болдым. Анда-санда жаңағы у-шу болып бір қыдырған кезде, бір тойларда у-шуда сол кезде ғана көтеріп қалады. Сол кезде ғана ішіп қоям, басқа кезде ішпеймін. Шөп шай ішіп жатырмын, шөп шайды ішіп жатырмын. Давлением 140. Енді сәл көтерілсе 160-ға көтеріледі. Оны бұрынғыда 200-ге, 200-ден асып көтерілмейтін. Қандай жақсы. Өзімнің жаңа қасымда құрдастарыма бәріне айтып жатырмын енді. Сәрсенгүл ханымға рахмет деп қойсаңызшы. Сәрсенге рахмет, оны айтып түсіндіретін Айнаш ханымға рахмет. Сені постоянно көріп тұрамын ғой телефоннан. Рахмет, жақсы түсіндіріп, адамға сөйтіп жағымды естілетті, даусыңда бәрі жақсы. Рахмет сізге. Алла шипасын берсін.